Құрметті студенттер, қазіргі оқылатын лекцияның тақырыбы дауыссыз дыбыстар. Лекцияда дауыссыз дыбыстар және олардың құрамы, дауыссыз дыбыстардың үн мен салдырдың қатысына қарай түрлері жайлы мәселелер қарастырылады. Қазіргі қазақ тілінде 25 дауыссыз дыбыс бар. Олардың қатарына Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш дыбыстарын жеткізамыз. Мұның ішінде У дыбысы бірде дауысты, бірде дауыссыз дыбыс болады. Ал В, Ф, Х, Ц, Ч дыбыстары қазақ тіліне орыс тілі арқылы енген дыбыстар. Түрколог Мелеранский қазақ тіліндегі Л дыбысының жіңішке түрі бар, яғни Ч дыбысын қазақтың байырғы дыбысы деп есептеді. Бұл дұрыс емес пікір. Өйткені қазақ тілінде жуан жіңішкелік белгі тек дауыстыларда ғана болады, ал Ч тек диалект сөздердің құрамында ғана кездеседі. Бұл әсіресе Алматы облысы төңірегінде қолданылатын диалектілерде кездесетін құбылыс. Ш дыбысының орнына Ч дыбысын қолдану Алматы халқы үшін дағды. Шай деудің орнына чай, шапан деудің орнына чапан деп қолданады. Бұл әдеби нормаға жатпайды, сондықтан оны қазақтың төл дыбысы деуге келмейді. Тілдегі бар дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдың қатысына қарай үш түрге бөлінеді. Қатаң дауыссыздар П, Т, К, Ф, С, Ш, Ш, Қ, Ч, Ц, Х, Х. Ұяң дауыссыздар Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З. Үнді дауыссыздар Л, М, Н, Ң, Р, У, И. Жеті ұяң дыбыстың жеті қатаң варианты бар. Қатаң дауыссыздар тек салдырдан ғана жасалады. Ал ұяң дауыссыздар үн мен салдырдың қатысымен жасалады, бірақ үнге қарағанда салдыр басым. Ал үнді дауыссыздар үн мен салдырдың қатысымен жасалады, бірақ мұнда салдырға қарағанда үн басым болады. Үнді дауыссыздардың ішіндегі Л фонемасын айтқанда, тілдің ұшы альвеолға тиіп, ауа тілдің екі жағын ала шығады. Сондықтан оларды латераль, яғни бүйір фонема дыбыстары деп атайды. Ал Р дыбысын айтқанда, тіл альвеолға нық тиеді де, ауа қарқынды шығады. Тіл дірілден жасалғандықтан, мұны вибрациялық, яғни діріл фонемасы дейміз. И фонемасын айтқанда, тіл таңдайға жуықтайды. Ал У фонемасы еріннің сүйірленуінен жасалады. Жалпы бұл төрт фонеманы, яғни Р, Л, қысқа И және У дыбыстарын ауыз жолды үнділер деп атаймыз. Өйткені ауа ауыз қуысынан шығады. Ал М, Н, Ң үнді дауыссыздары мұрын жолды дауыссыз дыбыстар деп танылады. Олай дейтініміз, бұл дыбыстарды айтқанда ауа мұрын жолы арқылы өтеді. Н тіл ұшының таңдайға тиюінен, М ерінің жымдасуынан, ал Ң тіл артынан таңдайға тиюінен жасалады. Жасалу орнына қарай дауыссыз дыбыстарды тіл ұшы, яғни альвеоляр дыбыстар деп атаймыз. Тіс дыбыстары дейміз. Бұларды денталь дыбыстар дейміз ғылыми терминде. Тіс еріндік дыбыстар, бұлар лабиоденталь дыбыстар. Тіл алды дыбыстары, бұларды палаталь дыбыстар деп атаймыз. Еріндік дыбыстар, бұлар лабиаль дыбыстар. Қос еріндік дыбыстар, билабиаль дыбыстар. Тіл ортасы, препалаталь дыбыстар. Тіл арты дыбыстары, виляр дыбыстар. Көмей дыбыстары, фарингаль дыбыстар деп бірнеше түрге бөлінеді. Тіл ұшы дыбыстарын айтқанда, тіл ұшы жоғары көтеріліп, таңдайға тиеді. Тіл ортасы дыбыстарын айтқанда, тілдің орта белі жоғары көтеріледі. Ал тіл арты дыбыстарын айтқанда, тілдің артқы бөлігі қимылдап, тіл артқа қарай жиырылады. Екі тістің жымдасуынан тіс дыбыстары, ал астыңғы ерін мен үстіңгі күрек тістің жымдасуы арқылы лабиоденталь, қос еріннің жымдасуынан қос еріндік дыбыстар жасалады. Тілдегі дыбыстарға классификация жасаған ғалымдарымыздың бірі Кәкен Аханов.
Кәкен Аханов тілдегі дыбыстарды жасалу орнына қарай төмендегіше топтастырады. Альвеоляр дыбыстар, яғни тіл іші дыбыстары бұлар Н, Л, Ч. Палаталь дыбыстар Р, Ш, Ж және қысқа И. Препалаталь дыбыстар К, Г дыбыстары. Веляр дыбыстардың қатарына Қ, Ғ, Ң, Х дыбыстар жатады. Көмей дыбысына қаһарман дегендегі Х дыбысы жатады. Билабиал дыбыстарға М, Б, П, У дыбыстары жатады. Лабиоденталь дыбыстарымызға Ф, В дыбыстары. Денталь дыбыстар қатарына Т, С, З, Д, С дыбыстары жатады. Мырзабековтың классификациясы бойынша дауыссыз дыбыстар төмендегіше жіктеледі. Еріндік, яғни лабиаль дыбыстардың қатарына П, Б, В, Ф, М, У дыбыстары жатады екен. Тіл дыбыстары қатарына лингваль дыбыстарға мына дыбыстар жатады. Оның өзін 3 топқа бөліп қарастырамыз. Яғни біріншісі тіл алды дыбыстары, бұларға Т, Д, С, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Н, Л, Р дыбыстарын жатқызады екенбіз. Тіл ортасы дыбысына бір ғана қысқа И дыбысын жатқызады. Тіл арты дыбыстарына Г, Ғ, К, Қ, Ң және Х дыбыстарын жатқызады. Көмей, яғни фарингаль дыбыстардың қатарына бір ғана дыбыс жатады. Бұған қаһарман дегендегі Х дыбысы жатқызылады. Қазіргі дауыссыз дыбыстардың классификациясында осы Сапархан Мырзабековтың классификациясы қолданылып жүр. Қазіргі қазақ тілінде осы соңғы классификация жиі мақұлданады. Жасалу жолына қарай дауыссыздарды шұғыл және ызың дауыссыздар деп екі топқа бөлеміз. Бұл топқа соңғы кезде үнді дауыссыз дыбыстарды ендіріліп жүр. Шұғыл дауыссыздардың қатарына Б, П, Д, Т, Г, Қ, Қ, Ч, Ц, М, Н, Ң дыбыстары жатады. Ызың дауыссыздар қатарына Ш, Ж, С, З, Г, Х, В, Ф, Хат дегендегі Х, Л, қысқа И және У дыбыстары жатады. Діріл дауыссызына бір ғана дауыссыз дыбысты жатқызамыз, ол Р дыбысы. Шұғыл фонемалар мен ызың фонемаларды айтқанда, фонациялық ауаның шығу тәртібі екі түрде болады. Шұғыл фонемаларды айтқанда дыбыстау мүшелері өзара жымдасып, сонан бірден кілт ажырап, дауыссыз дыбыстар жасалады. Дыбыстау мүшелерінің жымдасуын имплазия құбылысы дейтін болсақ, кілт ажырап кету құбылысын эксплазия құбылысы деп атаймыз. Шұғыл дауыссыздар ғылыми терминде эксплазив дыбыстар деп аталынса, ызың фонемалар фрикатив дауыссыздар деп аталады. Шұғыл Б, П дыбыстары екі еріннің жымдасып ашылып кетуінен жасалады. Яғни әрі имплазия, әрі эксплазиялық артикуляция арқылы жасалады. Мұның бірі қатаң, бірі ұяң. Д, Т фонемалары тіл ұшы үстіңгі күрек тістің ішкі жағына нық тиіп, содан соң кілт ашылуынан жасалады. Мұнда да эксплазия мен имплазия әрекеті байқалады. Г, К фонемалары тілдің орта шенінің таңдайға жабысып, кілт ажырап кетуінен жасалады. Ал Қ тілдің артқы бөлігінің таңдайға жабысуынан жасалады. Ал егер екі К, К, Қ дыбыстары қатар келетін болса, оның алдыңғысы имплазия арқылы жасалады, соңғысы эксплазия арқылы жасалады екен. Мысалы, жоққа, еккен. Ызың дауыссыздардың өздеріне тән ерекшеліктері бар. Ш, Ж фонемалары тіл алдының таңдайға жуықтауы арқылы жасалады. Сондықтан бұл екі дыбысты да ызың дыбыс деп қарастырамыз. Сөз фонемалары тіл ұшы астыңғы күрек тіске жуықтаудан пайда болады. Алғашқы Ш, Ж фонемаларын айтқанда тілдің екі жағы таңдайға бірдей тиеді. Сондықтан оларды екі фокусты дауыссыз дыбыстар деп атаймыз. Ал С, З бір фокусты дыбыстар қатарына жатады. Г тілдің артқы бөлігінің таңдайға тиюінен жасалады. Х көмейден шығатын фонема.
яғни экспирация арқылы жасалады. Мұны айтқанда діріл болмайды. Өкпеден шыққан ауа сүзіліп шығады. Тілде екі дыбыстың қосындысынан тұратын дыбыстар да бар. Оларды африкат дыбыстар деп атаймыз. Мұндай дыбыстардың қатарына Ц және Ч дыбыстарын жатқызамыз. Мұның әрқайсысы Т, С және Т, Ш элементтерінен тұрады. Қазақ тіліндегі әрбір дауыссыз фонема буын ішіндегі дауысының ыңғайына қарай жуан болып та, жіңішке болып та кездеседі. Орыс тілінде жуан жіңішкелікке дауыссыз дыбыс ұйытқы болса, түркі тілдерінде дауысты дыбыс ұйытқы болады. Мысалы, сан, сән, сат, сәт. Ал орыс тіліндегі кон және конь сөзінің плот сөзі мен плоть сөзінің айырмашылығы дауыссыз дыбыстарға байланысты болады. Дауыссыз фонемалардың сөз ішінде кездесуі біркелкі емес. Сөз ішінде кездесу ыңғайына қарай қазақ тілі дауыссыздарын шартты түрде мынадай топқа бөлуге болады. Бірінші, сөздің барлық шенінде, яғни басында да, ортасында да, соңында да кездесе беретін дауыссыз дыбыстар. Бұлар С, Ш, Т, К, Қ, М, З, Ж, Н және У дыбыстары. Қазақ әдеби тіліне тыңнан енген Ф, Х, Ч, Ц тәрізді дыбыстарда сөздің барлық позициясында кездесе береді. Ж дыбысы сөз соңында сирек кездеседі. Х дыбысымен келетін сөздердің саны өте аз. Сөз соңында кездеспейтін дауыссыз дыбыстар бұлар Б, Д, Г, Ғ, В. Б дыбысы, Д дыбысы, Г дыбысы, В дыбысы сөздің соңында қолданылады, бірақ бұл сөздердің барлығы кірме сөздер болып келеді. Сөз соңында бұл дыбыстар жазылғанмен айтылуда бұлар қатаңданады. Яғни клуб Б жазылатын болса, айтылу барысында клуб П-ға айналады. Рейтинг сөздің соңында Г жазылатын болса, айтылу барысында бұл К-ге айналады. Сөз басында кездеспейтін дауыссыз дыбыстар бар. Олар ың және И дыбыстары. Байырғы сөздердің бас позициясында сирек кездесетін фонемалар бұлар П, Л, Р дыбыстары. Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстардың қолданылу ерекшеліктері бірдей емес. Дауысты дыбыстар секілді, дауыссыз дыбыстардың да орфографиясы мен орфоэпиясы бірдей бола бермейді. Сондықтан сөз ішіндегі дауыссыз дыбыстардың қолданылу ерекшелігіне мұқият зерттеу жұмысын жүргізуіміз қажет. Бүгінгі тақырыпта қаралатын мәселелеріміз осы. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.